Немет сынауларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизди биринчилерден көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз болсо, анда каналга катталганды унутпаңыздар. Лайк басып, базар баасын биз аркылуу билип туруңуздар. Бүгүн 13 ноябрь 2021 жыл, вторник, Бишкек. Mercedes 124 универсал 92 плита мотор, коробкасы автомат. Басы $2800 дейт. Азыр эси бир жака кетип тур, эшиктерин жаап, дөңгөлөктөрү кышкы. Бул жерде болсо 35 кузов Toyota Camry'дагы бул катарга кирип калыптыр. Негизи биякта турчу эмес эле. 2003 3 куб газ бензин, басы $8500 дейт. 39 кузов BMW 525 96 жылкы 237 000 км жүргөн, коробкасы механика, Xenon бардыгы бар дейт, басы $3500. Байланыш номери мына ушул номерге чаласыздар: 502 166 616 деген номерде. Дөңгөлөктөрү кышкы экен, артыңкы эки дөңгөлөгү жайкы. Анан таштыгандар, биякта Mercedes 160 2001 жылкы. Көлөмү 1.6, расход жүзүнө 6.8 дейт. Байланыш номери астында бар. Коробкасы автоматын издегендер болсо, пробег 279 000 километрди көрсөтүп жатат. Азыр эси биякта экен, баскан жолдот $4,500 дейт. $4,500. Анан кийин биякта жакшы балда Golf 4-түн кагазы жок экен. Кийинки бияктагы 124 95 жылкы 2.8 300 000 сом дейт. Байланыш номери эң артыңкы номери 17 деген номерде турат. Анан кийин Golf 4, коробкасы автомат, жыл 2003, 2 объем бензин, расход жүзүнө 810 дейт, басы $5,500. $5,500, байланыш номери бар. Азыр салон ачып көрөлү. Коробка автомат, магнитофону бар, пробег 152 000 км жүрүптүр. Стеклоподъемниктер электрический, состояниясы жакшы. Анын жанында 1.6 объемдо бул дагы Golf 4, коробкасы автомат, жыл 2002, басы $5,000. Мынаны нерсе көрсөтүп кетейинчи. Бул жерде дагы бир Mercedes 2001 жылкы 1.9 бензин, коробкасы автомат, байланыш номери бар. Бас торчети $4,700 дейт. Бул дагы коробкасы автомат, 1.9, пробег 249 000 км жүрүптүр. Жол бошот, азыр артын өтүп көрөлүчү. Артыдагы абалы жакшы. Не жумуш бар мунун, не кылыш керек? Не жумуш бар? Эчтеги. Только айдаш керек. Кийинки Mercedes көрсөтөйүн, биякта коробкасы механика экен. 91 2.3 бензин. Мунун басы канча болот? $3,500. $3,500, пробег 360 000 км жүрүптүр. Салону жакшы. Мына тагыз бул жерде тройканы, тройка жакшы өтөстө, 93 1.8 бензин, центральный замок дейт. Бул BMW канча болот басы? Басы 195 000 сом дейт. Байланыш номери ушул номерге чаласыздар. Азыр салон ачып көрөлүчү. 195 000 сом. Бул жакта тугандар Golf 3 жакшы балда.
Универсал қызыл түсті, коробкасы механика, 95 жылғы, 2 объем механико. Это инжектор, да? 2 объем инжектор екен, 263 мың сом. Бұл жақтан жылы жаңы, баяғы Мерседестің жаңысы екен. 180-18 турбо дейді. 1.8 емес, 2 объем турбо екен, 2005 жылғы. Коробкасы механика, дөңгелектері қышқы. Басы $6,500 дейді. Салон ашып көрелі. Стеклоподъемниктер электрический. Пробег 250 мың километр жүріп. Состояниясы жақсы. Вон табыз. Бұл жақтан Mazda 3 қара түсті. Коробкасы автомат. Дөңгелектері қышқы. Жылы 2005, рестайлинг, объем 2, автомат. Басы $5,999. Стеклоподъемниктер электрический, салон шундай көрінішті. Коробкасы автомат. Мультирул, подогрев сиденья бар. Вон табыз. Audi A6 92 жылғы 2.3, коробкасы механика 5 ступка. Дөңгелектері азыр қышқы екен. Басы 275 мың сом. Вложениесі жоқ дейді. Байланыш номері бар. Азыр ордын өтіп көрелі. Кейінгі дағы бір Audi 100, бұл A6 болса, бұл S4 екен, 2.3 объем, дөңгелектері жайқы, жылы 92, 2.3, 250 мың сом. Байланыш номері бар, вложениясы жоқ дейді, азыр салонын ашып көрелікші. Салоны жақшы, мұндай жақшы чехылдарға, качественный чехылдар салып қойып тұр. Поликтер дағы жақсы. Только стеклоподъемнигі ручной екен. Бұяқта бір қара түсті вент автонасы, дөңгелектері қышқы. Объем 2.8 бе? Бішкекке бар YouTube каналы. Бішкекке бар YouTube каналы. 92 жылғы 2.8, расход 910 дейді. Шуны 6 цилиндр қылат кенде бұл, Басы қанша алдады? Басы 160 сұрап отыр. 160 сұрап жатамыз дейді. Түшіп беріңіз дейді. Стеклоподъемниктер электрический екен бұл дағы. Азыр артын өтіп көрелі. Кейінгі автоны қотелі. Мен жаңа Passаттарды да тартқанмын. Азыр бұл жерде Opel Vectra автонасы көрсетейін. Күміш түстегі. Дөңгелектері жақсы балда, жайқы дөңгелектері тұрады. Жылы 2001-8, коробкасы механика, бірінші хозяин екен, басы $3,000. Азыр есігі жауық. Бұл жерде Nissan Primera P11, сол рулы, коробкасы механика, 2003 жылғы 1.8, 285 мың сом дейді. 285 мың сом салоны. Азыр автона өт алып тұрады. 285 мың сом дейді. Бұлан таңыз бұл жақта Mercedes C-ка күміш түсті. Жылы 94, 1.8 плита мотор, 240 мың сом дейді. Дөңгелектері қышқы, коробкасы механика. Артыңғы әмесіде спойлерді бар екен, жақсы шамалды. Дөңгелектері қышқы. Бұл жақта 210 Mercedes көрсетейін.
күмүштүсү 98 жылғы 2 объем компрессор деді. Коробкасы механика 381 000 км жүрген, басы 300 000 сом. Бұяқта 124 3 объем дизель 91 жылғы, коробкасы автомат 220 000 сом деді. 3 объем дизель, коробка автомат. Тройканың жаңысы BMW, коробка механика 5 штука 2004 жылғы 1.6, басы $4000. Бұл жерде 34 көзов, дөңгелектері қышқы, абалы жақшы. Жылы 90 жылғы 2.5, басы 230 000 сом. 2.5 ванус бұ, без ванус бұ? Без ванус екен, артыңғы багажның үстінде спойлері бар. Жақсы болды. Лампауыз кейін бұл жерде дағы бір жақшы болды, 210 Мерседес. Дөңгелектері қышқы. Жылы 2000 жылы шыққан 2.4 екен. 2000 жылы шыққан 2.4 коробкасы автомат. Басы $5800, вариант бар екен. Пробег 210 000 км жүрген. Состояниясы жақсы. Бұл жақта дағы бір Golf 4 Россиядан келіп тұр, азыр шыны көрелі. Жылы объемы қайсы, қанша да отады. Сатылатты өлі жазып қойып тұр, 220 000 сом, байланыш номері бар. Номеріге чалып сөйлесіп көресір, объемы жылы қайсы. Негізі артынан байқаса болады, артынан 1.6 деп жазылып тұрады, 1.6 екен, онда значит жылы 2001 же 2002. Audi A6 жақша болды, 2001 жылғы 2.4, басы $4000. Дөңгелектері қышқы, коробкасы автомат, мультирул, подогрев сиденья. Артыңғы мына багаждың алдындағы қармағыштары біраз сынып болып тұр. Дөңгелектері қышқы, состояниясы жақсы екен.